Қазақстан жаңа саяси дәуірдің алдында тұр. 20 қараша күні дәл осы саяси дәуірдің шымылдығы ашылуы тиіс. Сайлаудың болғанынан болатысы қызық. Иә, ертең президентке үміткерлер өздерінің ұсынысты жасайтын соңғы күн. Алдағы елдің бас саяси науқаны қаншалықты тартысты болады? Бүгін ашық алаңда осы сұрақты талқылап көрейік. Ассалаумағалейкум. Қымбат көрермен, өте өзекті тақырып. Сіздерде бейжай қалмаңыздар. Қоятын сұрақ болса, міндетті түрде телефон нөмірлерімізге төменде көрсетілген WhatsApp желісіне хабарласып, қоңырау шалыңыздар, WhatsApp желісіне хабарлама жіберіңіздер. Біз міндетті түрде эфир барысында көрсетеміз. Осы бүгінгі тақырыбымызды талқылайтын студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Парламент мәжілісінің депутаты Геннадий Шипавский, Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының саяси зерттеулер бөлімінің меңгерушісі Ермек Тоқтаров, саясаттанушы Қарғаш Жанпейісова ханым. Қазақстан заңгерлер одағының атқарушы директоры, адал сайлаушы штабының мүшесі Әбдікәрім Ақжанов мырза. Және Астана қаласы мәслихат депутаты Бақдәулет Жанділдаев. Жастардың осы саяси белсенділігі қандай деген сұрақтарды өзіңізбен талқылаймыз. Хабарымызды бір қараған кезде қарапайым, бірақ та маңызды сұрақпен бастағымыз келеді. Өркениетті, зайырлы, демократиялы қоғам үшін, демократиялы әбден қалыптасқан қоғам үшін сайлау қандай рөл ойнайды, сайлау қаншалықты өзекті, маңызды? Ал біріншіден енді қайырлы кеш. Шын мәнінде менің ойымша бұл бүгінгі таңда өте өзекті тақырып десек те артық емес. Негізі мынау өзіңіздің сұрағыңызға жауап беретін болсақ, сайлау біздің елімізге не береді дейтін болсақ, менің ойымша біріншіден ол біздің елімізге үлкен бірлік береді, үлкен ұлттық идея береді. Яғни еліміз сол сәтте халыққа бірлесе отырып, өзінің болашағын таңдайды десек те артық емес бүгінгі таңда. Бүгінгі таңда өздеріңізге белгілі, біздің елімізде біз шын мәнінде саяси плюрализмға біз иә десек, экстремизмге жоқ деп айтамыз. Бұл шындық дүние екені анық. Және де қазіргі кезде сайлау бұл біздің болашағымызды айқындау ең басты фактор болып табылады. Биліктің бастау көзі халық дейміз ғой. Иә. Осы халық алдағы сайлау арқылы өз билігін таңдай ала ма? Әбдікәрім мырза? Биліктің бастау халық дейміз. Осы сайлау арқылы халық өз билігін таңдайды деген мәселе ғой. Мәселе сонда ғой негізі. Негізі Қазақстан халқы осы сайлауға қатысқан дұрыс. Менімше мінекей ең маңызды. Биылғы жылы мінекей 18-ге толып келген жастар бірінші рет сайлауға қатысады. Сондықтан менімше қоғамдық бірлестіктер бәріміз жастарды міндет түрде сайлауға қатысуын шақырамыз. Негізі бұрын сайлауларда 18-ге толғандарда үлкендерді сайлауға бармай қоятын. Осы қазіргі уақытта мінекей осы сайлауға мен негізі сол жастарды, үлкендерді бәрін сайлауға қатысуын шақырам. Негізі демократия деген осы ғой. Ертең келесі 7 жыл бойында сайланған президент өзінің бағдарламасын халыққа береді. Сондықтан 7 жылдан кейін жаңағы 18-ге толған жігіттер, қыздар, азаматшылар мінекей 25-те болады. Сол кезде олар сұрауы да міндетті. Осы 7 жылда сайланған президент не бітірді? Қайда жетті Қазақстан? Не болды? Тепсе темір үзетін жасқа келеді 25 жасында. Енді орталық сайлау комиссиясынан жас сайлаушылар клубы құрылған екен. Бұның жұмысы не болмақ сонда? Бақылаушы ретінде, жоқ әлде сайлауды насихаттаушы ретінде функция атқарасыздар ма? Қайырлы кеш. Жас сайлаушылар клубы құрылғаны да ұзақ болған жоқ. Қазір 3 аптадай көлемінде ғана жұмыс атқарып жатыр. Бұл клубтың негізгі мақсаты жастар арасында құқықтық сауаттылықты арттыру. Олардың өздерінің құқығы қандай, сайлау процестерін түсіндіру, байқаушы немен айналысады, сайлаудағы сенімді өкіл немен айналысады, кандидаттың сенімді өкілі. Яғни сайлаудың бүкіл процестерін жастарға түсіндіру мақсатында құрылған. Сіз осы клубтың мүшесісіз ба? Иә, осы клубтың мүшесімін. Біз 21-ші және 23-ші қыркүйек күндері арнайы орталық сайлау комиссиясы құрған тренерлермен білім алып, 3 күн бойы теориялық негізде. Содан соң білім алып аяқтағаннан кейін арнайы сертификаттар беріліп, біз болғанда кім олар? Бұл енді белсенді жастар, өздерінің еркін қатысқысы келген жастардың барлығы бұл клубқа мүше болып кіре алады. Белсенді жастар ма, партияның мүшелері ма, енді ол клубтың құрылған мысалға халық қаншалықты хабардар? Қазір енді сіздердің жұмыстарыңызды кім біледі?
Қалай үгіт насихат жұмыстары жүргізіліп жатыр? Қаншадан мүшесі? Енді бұл клуб ашық клуб. Бұл клубқа өзінің қатысқысы келетін кез келген жас келіп қатысып, өзінің ұсыныстарын білдіріп, ойын ашық айта алады. Мүмкін сұрақтары бар шығар. Енді жаңа эфирді басында айтып өттік қой. Бізде жастар арасында құқықтық сауаттылық, мынау сайлау процестері туралы өте аз ақпараттандырылған. Осы ақпаратты жастарға көбірек таныту, соларға көбірек түсіндіру мақсатында бұл клуб құрылған. Бұл клуб қандай да бір жаңағы ұйым ретінде ғана тіркеліп емес, бұл ашық диалог алаңы десек те болады. Бұл жерге кез келген жас келіп, барлық өзі қызыққан сұрақтар бойынша жауабын ала алып, өзінің ұсыныстарын білдіре алады. Іздеп баруға міндетті емес қой, сіздер мүмкін халықтың ішіне біз енді жүргізу ғой. Қателеспесек, орталық сайлау комиссиясы, бағана өзіңіз айтып қалдыңыз, 50 азаматты Қазақстан бойынша жас азаматты шақырып үйретті, солай ғой, сол мәселе ғой. Енді алдағы уақытта ескерерсіздер. Кез келген сайлаудың басты мақсаты жаңару. Қыстың артынан көктем келетін сияқты, түннің артынан күн шығады. Кез келген саяси жүйе жаңару тиіс, билік ауысып отыру бұл табиғи заңдылық болуы керек. Енді алдағы президент сайлауында кімнің жеңетіні қайдам, кімнің бағы жанатыны тағы белгісіз. Десе де, мінекей, қазірдің өзінде президентке үміткерлікке өздерін ұсынған 7 кандидат белгілі. Экранға шығарсаңыздар. 4-еуі нақты талапқа сай деп танылған азамат, 3-еуі өзін ұсынды. Енді әрі қарай бағамдай жатар орталық сайлау комиссиясы. Сол емес пе? 1991 жылы президенттікке бір-ақ кандидат болған бізде. 1999 жылы 4 кандидат, 2019 жылы 7 үміткер болды. Негізгі сайлауда мәселе ол қатысушылардың санына байланысты емес, бұл жердегі саяси салмақ, саяси амбицияға байланысты. Мәселен, Америка құрама штаттарын көп жағдайда үлгі етеміз. Ол жерде негізгі бәсеке екі-ақ партияның атынан жүреді ғой. Қымбатты сарапшылар, алдағы президент сайлауы кезінде ең негізгі тартыс кімдердің арасында жүреді деп ойлайсыздар? Кандидаттар шығарып қойдық. Халыққа сайлау алды бағдарламасы ұнаған кандидаттар арасында үміткерлер. Енді қазір халық өзіне қажетті сайлау алды бағдарламасын жасаған кандидатты үміткер таңдайды. Осы негізгі тартыс сол сайлау алды бағдарламасы сапалы түрде жасалған, барлық бағыттар қамтылған үміткерлердің арасында болады. Енді сайлау алды бағдарламасын бұл жерде жұмысына да өңіліміз керек қой, сайлау алды бағдарламасынан бұрын. Осы уақытқа дейін мысалға халық үшін еш нәрсе бітірмеген, еш нәрсе істемеген, тек қана бір партияның мүшесі, қоғамдық бірлестіктің мүшесі болып жүрген азаматқа ел қалай сенеді? Мен сізге бір қоса кетейін, бағана енді мынау жас сайлаушылар клубы туралы әңгіме айтылды ғой. Мен қайттан сол тақырыпқа бір болайық, шамалы уақыт алып. Алдыңғы сұраққа осы бұл ұйым несімен маңызды? Мен бағанан бері сізден сөз сұрап жатырмын, негізі енді айтылмаған сөз жетім дейді қазақта. Жалпы дәл қазіргі кезде Америка құрама штаттарында Young Voters деген жақсы бір ұйым бар, жастардың ұйымы. Бұл дәл енді осы ұйымға баламалы түрде табылатын ұйым. Бүгінгі таңда қоғамдық бірлестік десек те артымыз, бірақ бұл арнайы Госдепартамент Америка құрама штаттарының қаржыландыратын ұйым болып табылады. Ол несімен ерекше? Әрине, бұл жердегі оның ерекшелігі, әрине, шын мәнінде қазір біздің бүгінде бізде МПО-лар үкіметтік емес ұйымдарға грант жарияланған секілді, ол да жарияланады, порталдан атады, бірақ оның басты мақсаты, өзіңіз айтқандай, бағана біз жастар тартуымыз керек деп жатсыздар. Сол Америка құрама штаттарында олар дәл сөйтіп әр штатты жағалап, жан-жаққа барып, жастарды қалай айтсам екен сіздерге, сауатын ашады, және де сайлау процесі не екенін, қалай іске асатын, және де ол несімен маңызды екенін көрсете біледі. Менің ойымша, егер де алдағы уақытта осы клуб ары қарай өзінің жоғары деңгейіне жетсе, әлде қайда елге үлкен бір өзінің пайдасын тигізер еді. Өйткені енді біз өзіміз 2019 жылы Америка құрама штаттарына өзіміз ресми сапармен барған кезде осы сол ұйымның Young Voters ұйымның басшылығымен кездестік. Сонда айттық, бұл енді қалай сіздерде дәл қазіргі кезде бір нақты бір белгіленген индикаторлар, нақты бір өзінің асқан бір дүниесі бар ма деген кезде, құрылмай тұрған кезде сайлауға жастардың арасында сенім өте төмен болды деді. Бірақ алайда ол ұйым құрылғаннан кейін, жан-жақты күллі штаттар жағалағаннан кейін, оның пайдасы әлдеқайда жоғары деңгейде шығады. Геннадий мырза, түсінікті ғой, мәселе сода болып тұр ғой. Атау жақсы, жұмыс істелген деген сияқты. Бізде енді бұл ұйым туралы мысалға біз қазір естіп жатырмыз. Өкінішке қарай. Енді оның үстіне мысалға тендер алқар, қаржыландырасыздар, мысалы мемлекеттен қаржылы. Америка құрама штаттарына мысал ретінде айтып отырсыз. Мысал ретінде айтып отырмын. Бұл енді қоғамдық ұйым ғана. Ұйым ретінде тіркелмеген. Бұл диалогтық алаң.
Бұл мысалы бізді жаңа айттық қой, бізге теориялық негізде білім берді 3 күн бойы. Біз ол білімді қазір қала тұрғындары, қала жастар арасында, аймақтан келген жастар аймақтар арасында оқытатын болады. Түсінікті. Енді бір ұйымнан шығайық, мемлекет деңгейдегі мәселеге оралайық. Біздегі алдағы сайлауда Қарғашқам, сіз саясаттанушысыз ғой. Ең негізгі талас кімдердің арасында жүреді деп ойлайсыз? Бұл кез келген қазақстандыққа қызық сұрақ шығар. Кеш жарық. Сұрағыңызға рахмет. Бұл өте өзекті сұрақ деп ойлаймын. Өйткені әрбір қазақстандықтарды алаңдататын қазір кездегі мынау барлығымыздың алдымызда тұрған бір жауапты кезең болып тұр. Өйткені біз өзіміздің елімізді басқаратын президентімізді сайлауымыз керек. Жаңағы сұрақтарыңыз алдында да болды. Демократиялық қоғамға сәйкес жүре ма? Демократиялық қоғам дегеніміз не деп? Халықтың билігі, халық өзін... Сәйкес жүре ма емес, демократиялық қоғам үшін сайлаудың маңыздылығы қандай деген? Маңызды, өйткені халық өзінің өкілді билігін, билеушіні халық өзі сайлау керек. Яғни адамзаттың тарихынан бері осы күнге дейін қаншалықты демократиялық режимнің жолы дамып келе жатыр, міне, сонымен сәйкес демократиялық қоғам қалыптасуда. Қазір біз жаһандық әлемде тұрмыз. Сондықтан да жаһандану жағдайында Қазақстанда жаңағы әлемдік модельдерді сіңіріп, сайлаудың жаңа түрлерін, платформаларды қабылдауда. Ал енді үміткерлерге келетін болсақ, қазіргі біздің тіркеліп жатқан, жаңа өзіңіз де айтқандай, халық үміткерлермен таныс емес шынымен де, Тоқаев мырзадан басқа. Бірақ дегенмен де біздің осы жылдағы саяси оқиғалар, геосаяси жағдайлар, көршілес елдермен жалпы әлемдегі саяси жағдайлар біздің халқымыздың қоғамдық санасын көтерді, өзгертті десек болады. Халық көп нәрсеге жаңаша қарайды. Елеңдеп отырмыз, алаңдап отырмыз, қалай болады екен, ертең емес, әлем не болады екен деп отырмыз. Әлем не болады? Бұндай жағдайда бізге тұрақтылық қажет. Сондықтан халыққа қай үміткер тұрақтылықты, геосаяси, халықаралық жағдайды бағдарламасына көбірек халыққа ұсынатын, ішкі әлеуметтік саяси тұрақтылықты, экономикалық тұрақтылық дамуды ұсына алатын кандидатты таңдайды деп ойлаймын. Өйткені қазіргі кезде халықтың көз ашық саяси, мысал үшін әртүрлі платформалар. Жастар белсенді емес деп отыр мысалға Бақдәулет мырза. Жоқ, мен онымен келіспеймін. Өйткені қазір әртүрлі әлеуметтік желілерде болсын, бұқаралық ақпарат құралдарының кез келгеніне мәліметтерді, сан түрлі мәліметтерді алуға болады. Биліктің тарапынан ұсынылатын, оппозицияның тарапынан ұсынылатын. Сондықтан бұл жерде халық не талап етіп отыр, соны ұсына алатын кандидат, егер де соны ұсынатын болса, мен ойлаймын, онда бәсекелестік болып, шынайы сайлау процесі жүреді деп. Стратегиялық зерттеулер институты саяси бөлімінің меңгерушісі Ермек мырза, осы айтылған жауаптарға алып қосарыңыз бар ма? Алдағы сайлаудың, доданың басты көркі, басты қызығы неде? Тартысты бола ма, жоқ па? Деген сұрақ. Болады, өйткені жаңағына көрсетілген үміткерлер, олар заңды түрде ресми талаптарға сай келеді. Бірақ сонымен қатар әрине жаңағына айтылғандай, ең қатты талаптар бұл халықтан түседі. Сондықтан әрине қандай үміткер, олардың қайсы сайлауалды бағдарламасында осы саяси экономикалық күн тәртібінің сұрақтарына жауап беретін, соның ішінен нақты жауап беретіндер болса, әрине азаматтар соған дауыс береді. Сондықтан әрине президент біз баршамызға мәлім, бұл кандидаттардың ішінде кім ең мықты болып табылады қазіргі таңда. Бірақ сонымен қатар әлі бұл бағдарламалар, платформалар әлі жарияланбаған. Сондықтан әрине осы екі аптаның ішінде біз білеміз қандай программаны қояды, қандай идеялар бар, қандай шешімдерді қабылдайды. Сондықтан әрине халық әлі сол үшін оны қарап, сосын ғана шешім қабылдайды. Саяси додада негізі сайлау бағдарламасы өте үлкен рөл атқарады. Оған мысал ретінде, мысалы 22 жылғы осы жақында ғана болған Франциядағы сайлауды алатын болсақ, мысалға Макрон мен Ле Пен. Бірінші дебатта, теледебатта, мысалға Ле Пен жоғарғы көрсеткіште тұрды. Сосын екінші дебатта, кездесуде Украина мен Ресейдің мәселесі талқыланған кезде, мысалға Макрон Украинаның мысалға әлемде бейбітшілікті қалаймын деген үшін халықтың көпшілік дауысын алып кетті. Сондықтан бұл жерде көп нәрсе
иә, халық қазір жан-жақты сауатты, сондықтан олар бұрынғы бағдарламаларда тек ішкі мәселелер қозғалатын болса, мысалға әлеуметтік, саяси, мысалға пенсия, зейнетақы жасы деген сияқты әртүрлі қамқорлықтар. Қазір геосаяси, халықаралық, жаһандық мәселелерді көтеру керек бағдарламада деп ойлаймын. Тарихта аса танымал емес азаматтардың президент болған кезі бар ма еді деген мәселені біз үзілістен кейін талқылап көрсек, қымбат көрермен, арнадан ауыспаңыздар, бірнеше минуттан кейін ораламыз. Трамп өмірбақи бизнесте жүрді. Зеленский ол болса өмірбақи 95-ші кварталмен КВНнен шыққан азамат. Қазақстанның басты саяси ток-шоуын әрі қарай жалғастырайық. Біз тікелей эфирдеміз, қымбат көрермен, ашық алаң ток-шоуы. Президент сайлауын талқылап жатырмыз. Енді барлық даталар, тәртіп, талап белгілі, қандай сайлаудың қалай жүргізілетіні, қалай өтетіні түсінікті бізге. Қараңыздаршы, лед экранға кестені шығарсаңыздар. 11 қазанға дейін 19 қалды кандидаттар ұсыну, мысалы ертең 21 қазанға дейін кандидаттар тексеру, қол жинау, 18 қарашаға дейін сайлауалды үгіт насихат жүргізу, 19 қараша тыныштық күні, 20 қараша дауыс беру күні, 27 қарашаға дейін сайлауалды алдын ала қорытындысын шығару деген секілді. Енді 21 қазанға дейін кандидаттар тексеру, қол жинауға келейікші, бұл жерден де халықтық коалицияның әл-ауқаты түсінікті. 3 партия, 20-дан астам қоғамдық бірлестік. Оларға 118 мың қол жинау аса қиын емес. Ауыл партиясының 300 мыңға жуық мүшесі бар. Бұдан бөлек ЖСДП партиясының мысалға 160 мың мүшесі бар. Ал мына бірлестіктердің артынан қатысып жатқандар, олар ертең тағы да 118 мың қол жинай алмай қиналып қалмай ма? Егер олар 118 мың қол жинамаса сайлаушыға түспейтіні белгілі. Қалай ойлайсыздар? Ол енді шын мәнінде бәсекелестік бұл жерде шамалы деңгейі төмендеу болып тұрсек те артық емес енді. Шын мәнінде менің ойымша бұл жерде қоғамдық бірлестіктердің шамалы осындай әлсіздігі. Өзіңіз айтқандай. Және де менің ойымша жаңағы біз осы тікелей эфирдің барысында айтып отырдық, осы дәл қазір кезде Қазақстанда үлкен бір мәселе бұл қоғамдық бірлестіктерді дамыту. Тек қана жаңағыдай сайлаудың алдында емес, сайлау науқанының алдында емес, жалпы тұрақты түрде. Мен сізге бір ғана мысал келтірейін. Егер де бір белгілі бір жазушы кісінің есімін қалдым, кешірерсіз, Ирландис деген туындысы бар. Кітабын оқысаңыз, сол жақта сол кітапта тимистрлардың әйгілі профсоюздық қоғамдық ұйым ғой, профсоюз деген былай қарап отырсаңыз, сол тимистрлар туралы бір дүниені қарап өтсеңіз, үлкен бұл енді қаншама дегенмен мынау бір дальнобойщик дейміз ғой, жүк тасымалдаушы азаматтардың, сол азаматтардың үлкен әйгілі алпауыт мемлекет топ табылатын Америка құрама штаттарының президенттің сайлауының өзіне сол жерге араласқан құдіреті туралы бір деректер, әрине. Былай қарап отырсаңыз, ол бір республиканец, бір демократ партиялар емес, қарапайым қоғамдық бірлестік. Оның ішінде тимистрлар жай ғана профсоюз емес, жалпылама профсоюз емес. Ол бар оған тек қана жүк тасымалдаушылар, айтқанда дальнобойщикке. Профсоюз дальнобойщик. Аз емес негізі. Көрдіңіз бе мәселе сода. Сондықтан да бұл жердегі барлық мәселе біз қазір тек қана осы президенттің сайлауы өтті, демей ғана, я болмаса мәжілістің сайлауынан кейін жаңағыдай барлық мәслихат деңгейінен кейін деп қана қоймай, осыны тұрақты түрде егерде қоғамдық осы институттарды, қоғамдық ұйымдарды ары қарай дамытып, ол тек қана дамытып қана қоймай, жаңағыдай осы Бағдәулет бауырымыз айтқандай тұрақты түрде халықпен кездесіп, сөйлесіп, оны түсіндіріп, сонымен қатар мен қазір ойлаймын, түрлі біз алаңдарды пайдалануымыз керек. Біз тек қана жаңағыдай осындай форматта қоғамдық бірлестіктерді, профсоюздардың жұмысын әбден әлсіретіп алдық қой. Енді қараңыз, мен айтайын деген бұл жердегі мәселе не? Дәл қазір цифрлық заман. Меніңше дәл қазір осы міндетті түрде бар бір жиын өткізіп, баяғыдай жаңағы мәдениет орталықтарына адамдарды жинап, онымен сөйлесудің қажеті жоқ қазір. Егер де бір қоғамдық ұйым дамытатын болсаңыз. Қазір міне қолыңызда TikTok деген жақсы платформа бар. Кішкентай 6 жасар баладан 60-ға шалға дейін көреді, былай қарап отырсаңыз. Сондықтан да көптеген үгіт насихатты, түрлі ақпараттық жұмыстарды осы платформалар арқылы, тек қана TikTok емес, түрлі әлеуметтік желілердің платформалар арқылы жүргізуге болады. Айтайын деген мысалға ертең жаңағы өзін-өзі ұсынған қоғамдық бірлестіктердің атынан, партияның атынан қатысып жатқан кандидаттардың саны тіркеуден өту қолын жинай алмай қалса, мысалға 3-ге дейін қайтадан түсіп қалуы мүмкін. Мысалға осы жағдайда мен егер пікірімді білдіретін болсам, азаматтық альянста Тоқаевтың сөйлеген сөзінде айтты ғой, ішкі саяси құрылымды, мемлекеттік саяси жүйені институционалды трансформациялау керек деді. Яғни институционалды трансформациялау деген әрбір институттарды күшейту деген сөз. Ал қоғамдық бірлестік ол саяси жүйенің бір институты. Және сыртқы саясаттағы конструктивизм дейді. Яғни барлық елдермен көп векторлы сыртқы саясатты ұстану дегеннің өзінен бұлай көп нәрсені түсінуге болады.
бізде шынымен де жаңа қоғамдық бірлестіктер бір партияның маңайында жаңағы шоғырланып, мысалы сол партияның рөлі жоғары болды да, қоғамдық бірлестіктер соның қалып қойды. Енді қазір мысалға сол осы жағдайды күшейтуге, бұны жаңағы трансформациялауға, модернизациялауға мүмкіндік болады деген ойдамын, өйткені оның алғышарттар жасалып жатыр. Қазір мысалы қоғамдық трансформация, модернизация деп отырсыз ғой. Мысалға қараңыз, Геннадий мырза жақсы бір ұсыныс айтты. Жақсы деп бағалауға болмайтын шығар, өйткені сіз үгіт насихат жұмыстарын осы ауылды аралаудың қажеті шамалы тек қана деген сияқты. Түсіндіру жұмыстары. Ал үгіт насихат жұмыстары қалай жүргізілу керек? Енді осыған оралайықшы. Қараңыздар, бір қызық айтайын, Қырғызстанда, Қырғыз елінде біздің жері бізден шағын халқының саны аз, оларда үгіт насихатқа 1 ай уақыт беріледі. Біздің жерде білесіздер 9-шы орында тұрмыз. Халқымыздың саны белгілі. Енді 17 облыс пен 200 ауданды аралап шығу үшін 1 ай уақыт жеткілікті ме, жоқ па? Бізде енді сенімді өкілдер бар ғой, арнайы сенімді өкілдер де бар ғой, мысалға. Егер де үлгермей жатса енді Алматы мен Астанада ғана жүріп өздерін көрсету керек па? Ал ауылдық халқы, алыстағы өңірлер, сенімді үміткерлер біз келіп отырмыз. Сіз кешіріңіз, Ереке, мен жаңағы айтып жіберейін. Өңірде де өмір бар ғой. Бізді қаншама жаңағы тікелей эфирде азамат пен азаматшылар көріп отыр ғой. Жоқ, қараңыз, Ереке, мен айтып жіберейін, бағана мен айтқан дүние ол үгіт насихатқа байланысты емес. Үгіт насихатқа байланысты емес. Ол біріншіден жаңағыдай біз қоғамдық ұйымның бүгінгі таңда немен айналысады, не істеп жатыр, қалайша өздеріне адам тартып жатыр деген сияқты мәлімет осы арқылы шығаруға болады деп жатыр. Ал үгіт насихатқа келетін болсақ, бұл енді басқа мәселе. Шын мәнінде бұл жерде үгіт насихатты жан-жақты, әрине түрлі, тек қана осы біздің республикалық деңгейдегі қалалардан да бөлек басқа да облыс орталықтарына барған абзал. Тіпті аудандарға да бару керек. Халықпен кездесу керек, жүздесу керек. Алайда жаңағыдай өзіңіз айтқандай біз енді Қырғызстанмен салыстырып отырсыз ғой. Әрине Қырғызстанның жаңағыдай оның жер көлемі де әлдеқайда төмен. Бізге қарағанда біздің әлем бойынша 9-шы орында тұрық. Дегенмен бұл жерде бізде Құдайға шүкір заңнамалық түрге келетін болсақ, бізде сенімді өкіл деген бар. Ол да бір құтқаратын дүние десек те артық емес. Бұл жердегі механизм жауапкершілікті алып кету ме? Мысалға, құтқару ма, жауапкершілікті алып кету ме деймін. Сіз өзіңіздің бір сенімді өкіліңізді алыстағы Атырауға, мысалға, Атырауға қай өкіл барып жатыр, мысалға? Немесе Ақтау дейік. Сол сенімді өкіл ең қазіргі, мысалға, жаңағы әлеуметтік араздық қосып тұрған өңірлер сол жақтарға барып, ол жаққа барып келудің өзі қанша уақыт алады? Қарасаңызшы, Ереке, сіз өзіңіз сенімді өкіл жіберетін болғаннан кейін, сіз оған өзіңіздің үлкен жауапкершілігіңді артасыз. Ол өзіңіз сол кісіге өзіңіздің сөзіңізді, ойыңызды, сайлауалды бағдарламаңызды делегировать етесіз ғой, былайынша келгенде, дұрыс емес пе? Енді аты айтып тұр ғой, сенімді өкіл. Сол ғой енді айтып тұрған бұл жерде. Меніңше, негізі сайлау заңы бойынша ол біраз жыл болды қабылданған, жаңағы үміткерлер қоғамдық бірлестіктен арыз бергендер. Ол негізі ол заңды білу керек еді ғой. Жаңағы өзіңіз айтқандай 120 мың халықтың қолын жинау оңай емес. Бүкіл Қазақстанды аралап шығу деген 1 айдың ішінде, 2 айдың ішінде ол негізі өте қиын. Сондықтан бұл үміткерлер негізі қоғамдық бірлестіктен кейін олар дайындалу керек еді. Негізі жаңағы 120 мың қолды жинау үшін. Әйтпесе негізі жай үміткер ғана болып қалады. Оған бізде әбден уақыт болды. Құдайға шүкір, оған бізде әбден уақыт болды. Оны осы эфирде толық айту керек. Бұл сайлаудың үлкен бір ерекшелігі, өздеріңіз байқағандай, бұрынғы сайлауларға қарағанда барлық президенттік сайлауда, Құдай қаласа алдағы уақытта өтетін мәжілістен мәслихаттардың барлық деңгей сайлауы алдын ала межеленді. Бұл жаңағы аяқ астынан топ ете қалған жоқ. Бұл ертең бір аптадан кейін сайлау. Негізгі саясаткерлер, саясаттанушылар осы сәуірден бастап алдағы негізгі болжамдар жасалды, айтылды бұл. Болжамдар істелді. Тағы бір сұрақ, ақыры сол үгіт насихатқа жаңағы қосып кететін болса, мысалға шетелдің моделі ғой, тағы да айтатынымыз. Мысалға бір президент сайланғаннан кейін оларда күтіп отырмайды жарияланғанын. Ол мысалға өзін келесі сайлауға үміткер қылып тіркелгісі келген партия, қоғамдық бірлестік сол күннен бастап дайындала береді. Ішінде соған мысалға қандай кемшіліктер бар. Сайлаудан сайлауға дейін ылғи да тұрақты түрде, мысалы республикалықтар, демократтар деген сияқты, консерваторлар, либералдар Еуропадағы. Олар үнемі дайын, ертең сайлау болса, ертең де түсіп кетуге дайын тұрады. Ермек мырза. Негізі осы екі партия, парламентке кірмеген партиялар ғана, социал-демократиялық және ауыл партиясы, олар ғана өз жеке бір үміткерін ұсынды. Сондықтан әрине бұл сайлау кампаниясы, әрине болашақтағы осы парламент сайлауға
мақсат қойылған шығар. Осы үгіт насихат кампанияны әр келесі бір сайлауға қолданып, адамдарға өз партиясы туралы оның бағдарламасын жетілдіріп, сол мақсатпен қолданатын шығар. Сондықтан әрине бұл сайлау тек қана осы көбірек адамдардың дауысын жинап, президент болу ғана емес, әрі қарай да келешектегі саяси осы өмірдің саяси жүйеде жаңа бір орынды алу үшін қолданады деп ойлаймын. Бағана көрермендерімізге уәде еткен сауалды қойсақ, осы президент сайлауының тарихында, біздің ғана емес, бүкіл әлемнің тарихында аса бір танымал емес саясаткерлердің күтпеген жерден президент болып кеткені, сондай жағдайлар болды ма өзі? Әлем бойынша ма? Күлдіңіз ғой Геннадий Әлем мырза. бойынша ма? Әлем бойынша. Жоқ, әлем бойынша. Бізде болған жоқ әлі. Әлем бойынша енді келетін болсақ, аздау болса да болды. Бірақ енді көп деп айтуға қиын да, өткен себебі енді ол президент болу деген ол, президент деген енді ол өзіңізге белгілі ол үлкен бір лауазым. Шын мәнінде тұлға, лауазым, енді ол қалай айтсақ та ол бүгінгі таңда қаншама халықтың аманат тұтқан тұлғасын десек те артық емес. Өзінің бүгінгі таңда елдің аманатын басқа дүниесін дегендей. Әрине бар, жоқ емес. Және де біз қазір жақсы мысалдарды келтіруге де болады әлем бойынша. Егер де Америка құрама штаттарына келетін болсақ, бұл жерде енді Дональд Трамп, ал енді өзімізге белгілі Украина мемлекетін алатын болсақ, бұл Зеленский мырза. Егер де тарихына жалпы өздерінің сол кісілердің автобиографиясына қарайтын болсақ, енді Дональд Трамп деген өзі өмір бақи енді кәсіпте жүрген, саяси шоумен аса танымал болды ғой. Жүрген азамат, кәсіпкер кісі, енді бизнесмен десек те ол артық емес. Ал енді Зеленский мырзаның өзіне келетін болсақ, ол сонау енді кезінде КВН-ден бастап 95-ші кварталда ойнап, түрлі бір осындай бір идеологиялық бағытта бір үлкен бір жұмыс атқарды десек те артық емес. Онан бөлек өзіңізге белгілі мынау енді «Слуга народа» атты жалпы сериалмен де аты жақсы шықты. Мына жерге бұл жерде меніңше тағы да бір сұрақ туындайтын сияқты. Саяси технологиялық қолдануға байланысты деген мәселе ғой. Иә, қараңыз. Енді менің өзімнің пайымдауымша, біз енді әрбір ешқандай бір жеке тұлғаларға тоқтамақ қояйық, бұл енді өте үлкен дүние, бірақ менің басты өзімнің пайымдауымша, бұл жердегі үлкен мәселе болашақта сайлауда болатын. Біз саяси реалист пенен саяси популистті айыра білуіміз керек. Өте жақсы сұрақ, өте жақсы мәселенің бір айсбергтің басын ашып бердіңіз сіз бұл жерде. Саяси популистер жоқ емес, бар. Қазір тіпті біздің арамызда емес, әлемде де қай мемлекет қалып қай жүйені қарасақ та популизмді, саяси популизмді қолданбайтын негізі саясаткерлер жоқтың қасы. Әрқайсысы белгілі бір деңгейде қолданады. Ертең мысалға алда-жалда қараптан қарап, ғайыптан тайып дейікші. Бір сайлау кезінде, сайлаудың нақ қызған кезінде біреу тұрды да анау кандидаттардың арасында халықтың бүкіл кредитін кешірем десе. Немесе барлықтарыңыздың бастарыңызға аспаннан алтын төгем деп жатса қайтеміз. Бұндай жағдайда енді электораттың мысалға, электоратты ертең алдап кететіні анық мысалға. Халықтың бүкіл кредитін кешіру қаншалықты мүмкін деген сұрақ енді басқа тақырып бұл. Бұндай жерде саяси популизмді қолданып, жаңағындай мәселе болмай ма? Қарғаш ханым, қалай сақтанамыз саяси популизмнен алданып қалмас үшін? Енді ондай жағдайдың алдын алу үшін сол азаматтардың саяси сауаттылығы, құқықтық сауаттылығын дамыту керек. Азаматтардың саяси мәдениеті жоғары болу керек, таңдай алу керек. Біз мысалы жеке адамның керек, бірақ дәл қазіргі жағдайда қайтеміз деген сұрақ қойылып отыр ғой. Жеке адамның әр жеке адамға жауап бере алмаймыз ғой, енді оның таңдауы өзінде. Сондықтан сауатты адам ол өзінің жеке қарынынан қарағанда мемлекеттік мүддені, мемлекет болып қалу мәселесін көбірек ойлану керек сияқты. Болашақ ұрпақ мысалға да, қаншалықты біз осындай жағдайда, қазіргі әлемдік жағдайда, ел болып қалудың өзі үлкен сұрақ болып тұрған жағдайда, біз мықты саясаткерге өзіміздің мемлекетіміздің бағытын тапсыруымыз керек. Соны халық түсінетіндей осындай алаңдар көбірек болу керек та, халыққа, менің ойымша халық та түсінеді. Қаңтар оқиғасынан кейінде халық түсініп қалған сияқты. Көзқарастары өзгерді. Саяси сауаттылығы бәрібірде бұрынғымен салыстырғанда жоғары деп айта аламын. Бірақ енді жаңа кредитті
жойып жіберем деген ол енді аспаннан алтын жаудырам деген. алтын жаудырам деген ол жай сөзге білмеймін, сену қиын. Рахмет, дәл осы жерде қымбат спикерлер, үзілістің уақыты келген екен. Иә, біздің халық енді сондай бір популистердің қақпанына түсе қояды деп ойламаймын. Біз үзіліске кезек берейік, одан кейін өте бір маңызды сауалымыз бар, содан кейін жалғастырамыз. Тікелей эфирдеміз, еліміздің бас саяси ток-шоуын әрі қарай жалғастырсақ, біздің жаңағы мәселеміз аяқталмай қалды деп Қарғаш мырза да, Бақдәулет мырза да қайталап жатыр. Қарғаш ханым, айта қойыңыз. Қандай ойыңыз жетпей қалды? Қосайын дегенім популизмге байланысты. Бұл заңда негізі реттелген. Өйткені президент болып тіркелгеннен кейін үгіт насихат кампаниясы, президент кандидат өзінің кампаниясын ең төменгі жалақыдан 12 мың есе, қоғамдық бірлестіктер 15, ал қайырымдылық қорлары, олар қателеспесем 15 еседен жоғары одан аспау керек. Уәде бермеу керек ондай дейсіз ғой. Егер де одан асатын болса, ол заңның негізінде жазаланады да, заңсыз әрекеттер кандидаттан алынып тасталады, заңсыз әрекетке барған үшін. Заңсыз әрекеттер алынып тасталады. Сондықтан оның бәрі заңда ескерілген негізі. Заңның аясына бір сөз айтқан кезде кандидаттар қиял ғажайыппен дәмелендірмеу керек дейсіз ғой. Болмайды. Бұл жерде енді бірінші кезекте популизммен күрес үшін әрбір адам өзінің сауаттылығын арттыру керек деп айтып жатырмыз ғой. Енді ақпаратты зерттей білу керек. Мысалы, сіз айттыңыз ғой, жаңа аспаннан алтын жаудырам деген, енді ол мүмкін емес нәрсе екенін адам түсіне беру керек. Одан кейін әрбір адам өзінің істеген ісіне жауапкершілік алып үйрену керек. Біз айтып жатқан, бағанадан бері айтып жатқан қоғамдық бірлестіктерді дамыту мәселесі, үгіт насихат барысындағы жұмыс барлығын ең шешімдердің негізі ретінде ол азаматтық белсенділікті арттыруды алуға болады. Мысалы, үгіт насихат кезінде барып сол үгіт насихат өткізіп жатқан кандидаттан барып өзіне керек жаңағы сайлауалды уәделерді алмайтын азаматтар мен азаматшылар да бар. Және де сол кісіге барып сайлауда дауыс беріп, одан кейін сол үшін өзі бір сұраныс жасайтын азаматтарды көп емес. Осы секілді азаматтық белсенділікті арттырсақ, біз барлық мәселелерге біртіндеп қадам басуымызға болады. Азаматтылық белсенділік демекші, бұл жерде мына сайлаудың ашық, объективті, әділ өтуі үшін тек қана мемлекет емес, қоғамда белсене атсалу тиіс, қоғамда белсене қарау керек дегенді сарапшылар сарапшылар жиі айтады. Енді бұл жерде азаматтық қоғамның сайлаудың әділ өтуіне әсер ететін қандай тетіктер бар? Бұл жерде енді тетіктер, негізгі тетіктердің бірі бұл бақылаушы болу. Яғни байқаушы болу дейді, бақылаушы болу дейді. Енді бұл жерде бізде қоғамдық бірлестіктер сайлаудың кезінде ғана ойнатты. Сайлаудан кейін қайтадан ұйқыға кететін секілді. Кейбір партиялар секілді. Мысалы, біз тұрақты түрде сайлау алды жұмыспен, сайлаудың алдындағы шетелдегідей бір сайлау барысында ғана емес, жалпы сайлау болады ау деп дайындық жүргізетін қоғамдық бірлестіктер өте аз. Мысалы, біз сайлау жақындаған кезде жаңағы байқаушы болатын қоғамдық бірлестіктер де шыға келеді. Ол мысалы сайлау 5 жыл бойы сайлаудан кейін электоралдық жаңағы жұмыс жүргізілмейді. Дәл сол секілді бізде сайлау процестеріне қатысатын жаңағы азаматтар мен азаматшыларды оқытатын қоғамдық бірлестіктер де жоқ. Бар, жоқ деп айтпаңыз, бар, ондай бірлестіктер бар, жоқ емес. Сайлау кезінде де, сайлаудың алдында да 4 жыл бойы осы үйрететін, сайлау кезіндегі процестерге қалай әсер етуге болатын бірлестіктер бар. Енді оны қазір атын атап түрін түстеп жарнамалағандай болмайын. Дегенмен де халықтың енді сайлауға атсалысу әрине сайлау процесіне тікелей әсер ететін заңдылық. Осы тұста біздің сайлаушылар, электорат Астана тұрғындарына сұрап көрдік, сайлауға барама деген негізгі сұрақты. Сол тыңдап көрсек жауаптарын. Міндетті түрде барамыз енді. Бұл енді басқа сайлау болғалы тұр, өздеріңіз білесіздер енді. Жаңа Қазақстан дейді, мен жаңа емес, әділетті Қазақстанға дауыс беру керек міндетті түрде. Неге бармаймыз? Барамыз. Кандидаттар танисыз ба? Танимын. Бару керек, иә? Барам. Жоқ, бармаймын. Бармаймын мен. Мен сайлауға ұсынатын адамды танимын жақсы. Жоқ. Шымкентке кетіп барадық қой. Қол тимейді жұмыс бастымыз ғой. Қатысам. Өйткені мен азаматпын. Азамат ретінде әрине кандидатсам. Қатысамыз, көреміз кімге. Еще не под вопросом. Білмеймін. Қалада болмайтын жаным. Көреміз енді. Уақытқа байланысты. Қытайдан келдік. Азаматтық алдық. Құдай бұйырса қатысамыз деп отырмыз. Әрине барамыз. Кандидаттар танисыз ба? Танимыз. Барлығын танымаймыз, но
Баратын шығармыз енді, елі халық болып барамыз ғой, бәрін барып отырсын жерде. Оппозициялық коалициядан ешкім жоқ болып тұр, сол жағға кішкене. Енді мен кез келген қоғамда оппозиция болу керек, ол міндетті түрде. Неге десеңіз, оппозиция болмай мемлекеттің ары қарай дамуы бір дөңгелек жоқ сияқты. Сондықтан мен оппозиция болған қалаймын. Соңғы пікір білдіруші азаматымыз үлкен мәселенің шетін шығарып берді. Біздегі демократиялық күштердің біріккен оппозициялық коалициясы құрылған сияқты еді, бірақ әзірге үнсіз. Геннадий мырза, Қарғаш ханым, қымбатты спикерлер, бізде оппозиция дегеніміз кімдер? Ақ жол партиясы ма, ЖСД ма, жоқ әлде басқа да оппозициялық күштер бар ма? Біріншіден былай айтайық, қазіргі кезде жалпы ағылшын тілінде opposition деген сөз, ол қарама-қарсы деген дүниені білдіреді, білесіз, егер де. Дәл жақында ғана біздің ағамыз, әріптесіміз Ерлан Сайыров мырза өте жақсы бір өзінің ойын айтты. Қазіргі кезде оппозиция деген дүние бұл бір жаңағыдай бір қарға болып, қара болудың қажеті жоқ. Ол саяси плюрализмнің бір белгісі болуы қажет. Яғни, егер де бір нәрсеге бір партия келіссе, дәл сол көзқарасқа бір партия келіспеуі мүмкін. Мәселе сода. Ол бір мәселе. Екінші мәселе, алдағы уақытта дәл қазір біз көріп тұрған құбылыс, менің ойымша бұл жерде бір-бірімен оппозицияның да басы бір-бірімен піспей жатқан сияқты. Мәселе бұл жерде бар сияқты. Ауызбіршілік жоқ. Өзіңіз айтқанда енді ЖСТБ деп жатырсыз, енді ОСДП мысалға, басқа да бар сондай бір саяси күштер қатысып кетті. Бірақ дегенмен бізде сол дәл қандай партияны айтпай қояйық, бірақ түрлі саяси партиялардың, осы оппозициялық саяси партиялардың ішіндегі де бірін-бірімен бастарын піспей жатқанын көріп отырмыз. Яғни бір сөзбен айтқанда дәл осы жерде оппозициялық күштердің ауызбіршілігі аздау сияқты менің ойымша. Мәселе сода. Бір-бірімен келісімі жоқ сияқты. Және де дәл қазіргі кезде жаңа Қазақстанға, әділетті Қазақстанға өздерінде бір көзқараста бір басқаша сияқты менің ойымша. Не себепті бұл жерде? Жеке бастың амбициясы алға шығып кете ме, әлде басқа себептер ме, әлде? Түрлі себептер болуы мүмкін. Өзіңіз айтқандай жаңағыдай бірінші себепте болуы мүмкін. Жаңағы оппозиция коалициялары бастары действительно бірілген жоқ. Өздерінің атынан үміткерді шығарған жоқ. Осы күнге дейін біз енді газеттен де интернеттен көріп отырмыз ғой, олар бірін-бірімен тіл табыса алмай қалды. Бірақ енді келесі осы президенттік сайлаудан кейін мәжіліс сайлауы, маслихат сайлауы болады. 24 жылы аудандық әкімдердің сайлаулары болады. Соған күштерін жинасын енді. Биыл енді осы кезде кандидаттарды ұсынылғаннан кейін олар мінекей осылай сайлау, осы 7 үміткер бар. Бұл да аз емес. Негізі сайлау жақсы өтуі мүмкін. Мәселе сол. Мәселе ғана халық азаматтар халық қатысу керек. Халықтың атынан жауап беруге тағы да құқығымыз жоқ. Объективтілік, субъективтілік көзқарасымызды сақтайық бұл жерде. Бір адам халықтың атынан жауап бере алмайды ғой. Қарғаш ханым, оппозиция қай кезге дейін оппозиция болады? Қараңыз, мемлекеттік мүддені келісіп, мемлекеттің саясатын мойындаған кезде, сол тараппен жаңағындай бір коалицияға бірікті дейікші оппозиция. Мұндай кезде оппозиция тұрпатынан айырыла ма? Оппозициялық? Енді мысалға бізде саяси институттар қалыптасуда, дамуда деп айтып жатырмыз ғой, сол сияқты оппозицияның өзі де әлі толыққанды оппозициялық деңгейге жете алмай отыр деп айтсақ та болады. Өйткені жаңағыдай өздерінің бірігуі, өздерінің атынан кандидатты ұсынуы жағынан жаңағы бір ауыздан үміткерді шығара алмауы соның көрінісі деп айта аламыз. Ал бірақ негізі теориялық тұрғыда мемлекетке қарсы болу керек. Жоқ, соны айтайын деп тұр. Мысалға теорияда ол ақш-та болсын, ол Англияда болсын, ол Францияда болсын, кез келген мысалға президент болсын, немесе парламентте көпшілік дауыс алған партия болсын, олар қалай билікке келді, келесі партия соған сол күннен бастап оппозиция болады. Яғни оппозиция деген ол соған жаңағы қандай жұмыс жасап жатыр, бағдарламасы қалай жүзеге асып жатыр, не жүзеге аспай қалды, қандай уәделері орындалмай қалды. Соны олар сол күннен бастап сонымен жұмыс жасайды компания. Сөйтіп келесі сайлауға солай дайындалады. Ол оппозиция деген бірін-бірі қаралау емес, ол саяси сауатты түрде өзінің пікірін білдіру деген сөз. Оны біз жаңағы... Бірақ енді соны біз қазір енді түсініп келе жатырмыз ғой. Расын айту керек,
Астананың төрінен оппозициялық күштерге орын беріп жиындарын өткізіп жатыр. Әйтеуір бір ашықтықтың көріністері бар, жоқ деп айта алмаймыз. Енді бәрін бірдей жоққа шығара бермейік. Онымызда әділеттілік болмас, әділетті Қазақстанға жараспайды. Бізде енді оппозиция тақырыбын айтып болған шығармыз. Осы сайлаудың негізгі үдерісіне тоқталайық. Сайлау учаскелерінің жұмысы қалай жасақталады? Ермек мырза. Негізі сайлау учаскесі бұл сайлау науқанының осы компанияның негізгі бір құрылымы, әрине адамдар соған келеді. Бізде дәстүр бойынша мектептерде бұл сайлау учаскелері болады. Адамдар сол жерге келіп, әрине әр кандидат туралы ақпаратты алуға болады. Сонымен қатар бюллетень алып, соған қол қоясыздар. Өйткені бұл әр азаматтың өз бюллетені болады. Бұл тек қана бір рет беріледі. Сіз бұл бюллетенге дауыс беріп, ол міндетті түрде саналады. Және әрине бұл біздің заң бойынша бұл сайлау жасырын түрде өткізіледі. Сондықтан әрине бұл бір күні бойы жиналып, соңында саналады. Сондықтан бұл учаскелер өте маңызды, өйткені бір жерде осы жергілікті бір жерде бір аймақта тұратын азаматтардың олардың дауысын жинайды. Енді бізде әдетті учаскелік сайлау комиссияларында кімдер отыратынын білеміз ғой, бюджеттік қызметкерлер отырады, бюджеттік қызметкерлердің кімдерге тәуелді болатынын тағы да білеміз. Соларды осы Геннадий мырза азаматтық белсенділерден көбірек тағайындауға қалай іріктеуге болмай ма? Енді қараңыз, бізде қазір әділ мемлекет басшының өзі айтты ғой, ашық әрі әділ сайлаудың кепілдігі боламын деп. Бұл да бір сол кепілдіктің көрінісі шығар. Қараңыз, бізде заңнамалық сайлау туралы заңнамалық барлық заңдарға, құжаттарға қарайтын болсақ, бізде біріншіден орталық сайлау комиссиясы бар, одан кейін облыстарға кететін болсақ, территориалдық сайлау комиссиясы бар, дұрыс па? Сол территориалдық сайлау комиссиясының жанынан сол жерде аудан бойынша, облыс орталықтар бойынша, қала бойынша дәл сол жерге өзінің тиісті заңнамалық барлық құжаттарға, деректерге сүйене отырып, жан-жақтан құрылады. Егер де өзіңіздің ұсынысқа келетін болсақ, шын мәнінде дәл қазіргі кезде неге бізге ашықтық керек деп отырмыз? Оның үстіне мысалға қазір қоғамда, әлеуметтік желіде болсын, Facebook, Instagram болсын, басқа да бір сондай бір қоғамдық өмірде өзінің аты шыққан, артынан азаматтарды ерте алатындай азаматтық пен азаматшылар болса, сол жердегі басында халық әлдеқайда сеніп сол сайлаудың өзінің явкасын да көтеріп барады. Мәселе сода. Белсендірек болу керек. Енді қатысу дедіңіз, Бағдәулет мырза айта қойыңыз ойыңызды. Сайлау учаскелерінің құрылу мәселесі, сайлау учаскелік комиссияларының құрылу мәселесі, сіз айтып жатсыз ғой, жаңағы кімдер құрамына кіріп жатқанын айтып жатсыз. Енді бұл жерде заң бойынша негізі сайлау учаскесінің комиссиясының құрамы сол саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктерден ұсынылған адамдардан құралады. Көп жағдайда қалай екенін білесіз. Иә. Бұл жерде қайтадан қарайтын болсақ, бұл қоғамдық бірлестіктер мен саяси партиялардың тағы да соған келтіреді. Белсенділігіне байланысты. Соңғы сұрақ, қымбат спикерлер, бізге берілген уақытта аяқталып қалған екен. 23 мемлекетте, Аустралия, Жаңа Зеландия сияқты мемлекетте сіз сайлауға баруға міндеттісіз. Бармасаңыз, айыппұл арқалайсыз. Айыппұл Исландия сияқты. Бізде еркін бұл, барасыз ба, бармайсыз ба, өз еркіңіз. Әйтсе де менің бір ғана даусым не шешеді деп қарап отырған қаншалықты орынды. Не айтасыздар осыған? Бұл теңіз тамшыдан құралады деп бастасаңыздар да болады. Сөздің шындығы бар. Бірақ менің ойымша бұл мәселені халықпен талқылай кеткен дұрыс сияқты. Ертеңгі таңда біз тыртық қыламыз деп, қыртық қыл жесек, я болмаса шашаламыз деп басал жесек, бұл да оңбайтын сияқты меніңше. Қанша төңкерістер, революциялар мысалға да, қан төгіс осы сайлау үшін. Халық сайлауға барып, өздері қатысып, өздері таңдағысы келді. Әйелдердің мысалға сайлау құқығы 20 ғасырдың басында мысалға ғана берілді. Сонда тіпті мынау 21 ғасырда араб елдерінде беріліп жатыр. Сонда олар сайлауға барғысы келіп соншалықты талпынады, ал біз соның көпшілігіміз сол құқығымызды қолданғымыз келмейді. Мысалға жұмысым бар деп жатыр жаңа жас жігіт. Бірақ енді оның әрбір адамның шынымен де өзінің азаматтық парызы міндеті ретінде түсінетін болса, елімнің дамуы, болашағы деп, сонда біздің елдің саяси мәдениеті де, қоғамдық сана да өзгеріп. Сайлауға бір рет барған адамның өзі көп нәрсеге көзі жетеді, және де сол жағдаяттарды қайталанбау үшін немесе одан да жақсы болу үшін қызмет етеді деген көзқарас бар ғой. Халық сайлау учаскеге бару үшін жаңағы қоғамдық бірлестіктер, саяси партиялар жұмыс өткізу керек. Негізі біздің осы штабтың да жұмысымыз сол, адал сайлау өткізу үшін
халыққа түсіндіру керек құқықтарын, міндеттерін. Сондықтан бәрін түсіндіріп айтқанда, халық қазірде өзі біліп отыр ғой, жерімізді, елімізді ойлап жатыр. Сонан кейін жаңағы өзінің материалдық жағдайын ойлап жатыр. Сондықтан оның бәрін түсіндіру керек халыққа. Негізі жеткізу керек, жаңағы қоғамдық бірлестіктер халыққа түсіндірме жасау керек. Немқұрайлылық танытпай, әрқайсысы белсенді болу керек дейді. Бақдәулет мырза, Ермек мырза сөз сұрап жатса, бірақ алтындай уақытымыз аяқталған екен. Міндетті түрде тағы да осы бір тақырыпты талқыласақ, біз сіздерді шақырамыз. Біз бәріне тең жағдай, әлеуметтік әділдік, ашық қоғам орнататын тарихи мүмкіндіктің алдында тұрмыз. Қазақстандықтар осы сәтті қалт жібермейді деген пікірмен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Эфир тізгінін ұстаған Ерқанат Көпжасар. Көп жасайық. Сау болыңыздар.